Сәлем, каналға қош келдіңіздер. Ұмтылмас сәттерге толы мектеп жайлы топ 10 дорамалар тізімімен таныс болыңыздар. 10-шы мектеп 2017 дорамасы. Басты рөлдерді Ким Джон Хен мен Ким Се Джон сомдайды. Райан Хо үлгерімі бойынша 310 оқушы арасында 280-ші орында тұрған орта мектеп оқушысы. Ол сондай-ақ вебтон салғанды жақсы көреді және колледждегі жігітке жасырын ғашық. Бір күні вебтонға шабыт іздеп шыққан ол қолаңсыз жағдайға тап болып, жұмбақ адамды кездестіреді. 9-шы кездейсоқ табылған қару дорамасы. Басты рөлдерді Роун мен Ким Хи Юн сомдайды. Андано беделді мектепте оқитын оқушы. Ол жүрек ауруымен ауыратын бай отбасынан шыққан қыз. Бір күн ол есін жоғалтып, өзімен қоса барлығының құпия атты манхваның кейіпкерлер екенін және ол басты кейіпкер емес екенін де біледі. 8-ші үндеме әдемі жігіттер ойнайды дорамасы. Басты рөлдерді Сон Джун мен Чо Боа сомдайды. Талантты мектеп оқушыларынан құралған Эйканди музыкалық тобы мектепке танымал, әрі олардың жанкүйерлері бар. Топ құрамы көшбасшы Чу Бен Хи мен оның достарынан тұрады. Көп ұзамай Бен Хи өзінің музасы, сабақты жақсы оқитын Им Суаны кездестіреді. 7-ші менің бір түрлі кейіпкерім дорамасы. Басты рөлдерді Ю Сун Хо мен Чо Боа сомдайды. Кан Боксу мектептен жала жабылып шығарылған. Ол кек алу үшін бірнеше жылдардан кейін мектепке оралады. Сон Су Джон сүйкімді және ақылды қыз. Бұрын Боксудың алғашқы махаббаты болған. Ол мектепке оқытушы ретінде оралады. Араларында болған түсініспеушілікті олар шешуге тырысады. 6-шы орта мектеп патшасы дорамасы. Басты рөлдерді Со Ингук пен Ли Хана сомдайды. Дорама бір-біріне ұқсайтын екі ағайынды бауырлар Ли Хен Сок және 9 жас кіші Ли Мин Сок жайлы. Мин Сок Пунжин мектебінде оқитын оқушы, ал үлкен ағасы ірі кәсіпорында басқарады. Мин Сок белгілі жағдайларға байланысты ағасының орнына компанияны басқару керек. Оған көмекке әріптесі Чон Сойон келеді. 5-ші мұрагерлер дорамасы. Басты рөлдерді Ли Мин Хо мен Пак Шин Хе сомдайды. Бұл дорама Кореядағы элита тобына жататын адамдардың мұрагерлері жайлы. Кимтан ақшта оқитын Эмпир групптың мұрагері. Ол Кореядан үлкен әпкесін іздеуге келген Чван Санды кездестіріп, оған ғашық болады. Кореяға қайтып оралған олар бір үйде және бір мектепте қайта кездеседі. 4-ші нағыз сұлулық дорамасы. Басты рөлдерді Ча Ану мен Мун Га Юн сомдайды. Басты кейіпкер Им Джу Гён сыныптастары түр келбетін мазақ еткендіктен кәсіби косметикамен боянуды үйренеді. Жаңа мектепке ауысқан Джу Гён өзінің шынайы келбетін көрген жалғыз жігіт Ли Сухоға ғашық болады. Ал Ли Сухо мейірімді, келбетті мектепке танымал жігіт. 2-ші жарқыраған қарбыз дорамасы. Басты рөлдерді Чхэ Хенук, Рейвун және Солина сомдайды. Жоғары сынып оқушысы Үнгелдің есту қабілеті нашар ата-анасы және ағасы бар. Ол үйінен жастырып гитара аспабында ойнауды үйренеді. Әкесімен ренжісіп қалған ол жұмбақ дүкені арқылы 1995 жылға өтіп кетеді. Ол 18 жастағы әкесін кездестіріп, онымен жарқыраған қарбыз тобын құрады. 2-ші Сен кімсің мектеп 2015 дорамасы. Басты рөлдерді Ким Со Хён, Юк Сон Же және Нам Жу Хёк сомдайды. Ко Үнбөл Каннамда беделді мектепте оқиды. Ол ақылды, әдемі және мектепке танымал. Бірақ бір күні мектеп сапары кезінде Үнбөл күтпеген жерден жоғалып кетеді. Ал табылған кезде ол есе сақтау қабілетін жоғалтады. Ол өзінің кім екенін барынша есіне түсіруге тырысады. 1-ші Арманға әуестер дорамасы. Басты рөлдерді Ким Со Хён мен Пе Суси сомдайды. Дорама оқиғасы Кирин жоғары өнер мектебінде өтеді. Көк Хеми шетелде оқып, танымал опера әншісі болуды армандайды. Бірақ әкесінің қарызына байланысты ол жоғары өнер мектебіне түседі. Сон Самдон қарапайым ауыл жігіті. Ол Хемиге бір көргеннен ғашық болып, оның соңынан еріп, өнер мектебіне түседі. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Каналға жазылып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.